Бүгін менің туған күнім, 40-қа толдым және біз қазір Умраға жолға шығып бара жатырмыз, аэропортқа сөмке бірге жинайық. Әркім айта бермейтін осындай чешки, Каспийден заказ бердім, артикулын жазып қоямын. Мешітте орын болмай қалған кезде жаңағы аяқ тоңып кетеді дегенде бірнеше қыздан естідім. Нәскимен киіп алғанға Айдос екеумізге. 7 күнге 7 ақ нәски. Ал Умраға образ таңдаған кезде расымен де қиналдым, қыздар менің білмейтінім өте көп екен. Мен деген анау жарқ-жұрқ еткен, жылтыраған шапандарға көңілім ауып сөйтті, бірақ барған жердегі дүкенде қыздардың барлығы, таныс қыздардың, ақыл айтқан қыздардың барлығы барынша қарапайым және дене демалатын матадан тігілген образдар болу керек деп айтты. Сосын Айкутс брендіне бардым. Мен басында ойлайтын нормалдасар неге осындай кейбір, оказывается, бұл дене демалдатады екен матасы. Сосын мынаны қалай қоясың? Қалай қойсаң да келіп жүреді. Мен не ойлап тұрмын айтайын ба? Менің портретті зонамды ашу үшін мына жерге қатмар салып алғым келіп тұр. Бірақ болмайтын шығар, иә. Но енді мынаның ыңғайлылығы айтар жоқ, мынаның ыңғайлылығы мен бірақ жауым болып тұр, иә маған. Жарқын түсті гүл-гүліктерсіз қыздар тағы да болмайды. Оны да сезіп тұрмын. Жарқын түстен осындай жылы розовый түстен Тәубе шеберхана деген брендтен менің двойкам бар, өзіме қатты ұнайды. Енді мен тым сұрғылт болып кие алмадым. Мына жердегі лен, енді ана жерде күнде ыстық болатын болса, жүргенге терлетпей күшті болады деп ойлаймын, және оны жаз күнде де кие беруге болады. Осындайда көп нәрсе білмейтінімді тағы да мойындаймын, қыздар. Юбка киетін болғандықтан аяқ көрінбеу керек. Міне астынан киетін шал бар. Сосын өзіміздің отандық бренд салқындатқыш эффектісі бар. Smart Belly'дің осындай ішінен киетін леггинсы. Сосын осындай орамал, бөне, шарфтар көп алмадым, бір 3-4 ғана алдым. Айдосқа да 7 нәски, бірақ ер адамдарға аяқтары көрініп тұратын, басы ашық шлепки болған дұрыс деп айтты. Ал біз дайынбыз, аэропортқа жолға шыққалы тұрмыз. 40 жас жақсылығымен келсін. Осы сапарымыз сәтімен болсын, ниет тілектеріміз қабыл болсын. Сіздер де біз үйге аман есен оралғанша дұғада болыңыздар.